Сәлем әлем, қазіргі фильмдер арнайы эффект қолданбаса олар қызықты болмас еді. Заманауи фильмдердің түсірілгендері соншалықты қай жері арнайы эффект, қай жері шынайы кадр екенін білмей қалып жатамыз. Попкорнның үшінші шелегін жеп отырып, кинотеатрда фильмнің ғажайып көріністерін және керемет табиғаттарын таңғарлықпен қарап отырамыз. Күрделі фильмдер негізінде қалай түсіріледі екен? Соны анықтап қарап жіберейік. Ал кеттік. «Жизнь Пи» деген фильмді бәріміз білеміз. Осы фильм үлкен экранда керемет болып көрсетілген. Әсіресе басты кейіпкер қайықта жолбарыс пен мұхит ортасында тұрып қалған сәті. Бірақ фильм ашық мұхитта емес, үлкен бассейнда түсірілген. Ал басты кейіпкер қайықта жолбарыссыз жалғыз болған. Мамандар жолбарысты өте керемет және шынайы етіп суреттеген. Фильм негізінде толығымен арнайы эффект көмегімен түсірілген. Шынайы кадрлар шамамен 5%, одан көп емес. Ал қалғаны жасыл фонға компьютерлік графиканы енгізіп суреттелген. Не болса да фильмді көргенде нағыз мұхит екеніне сенесің, жолбарысқа да сенесің. Режиссерлер керемет тырысып күрделі жұмысты жасаған. «Пираты Карибского моря» деген фильм арнайы эффект қолдану саласында Оскар жүлдесіне ие болған. Дэвид Джонс деген кейіпкерге қарай көріңіздер. Өте қорқынышты ұсқыны мен көптеген қармауыштары әрдайым жыбырлап тұрады. Грим арқылы ондай кейіпкерді жасау мүмкін емес, сондықтан оны компьютер арқылы суреттеген. Бірақ не болса да оны тірі адам ойнаған. Оның бетіне көптеген нүктелі жабдықтар орнатылып, кейіпкердің эмоциялары толығымен дәлме-дәл беріліп суреттелген. Өздеріңіз қарай көріңіздер. Warcraft фильмі толығымен ойдан шығарылған әлем, сондықтан әрине оны толығымен компьютерлік графика арқылы түсірген. Warcraft фильмі толығымен бір үлкен бөлмеде түсірілді. Өйткені шынайы өмірде ойдан шығарылған фильмге жарасатын локацияларды табу мүмкін емес. Режиссердің келесі күрделі тапсырмасы орктарды шынайы етіп бейнелеу. Осы фильмді түсіру барысында жаңадан бағдарламалық жабдықтар жасалған. Олардың көмегімен сұмдық ұсқыны орктардың эмоциялары барынша адамдардыкіндей ұқсас етіп бейнеленген. «Безумный Макс» деген фильм барлық кинокритиктардың аузын жапты. Өйткені арнайы эффект өте сапалы және жоғары деңгейде жасалған. Фильм компьютерлік графикаға толы. Кино мамандарының өнерлерінен кейін экрандағы көріністер ғажайып болып көрінді. Мысалы, осы жерді қарасақ, құмды далада машина қуып барып аударылып, жанып төңкеріледі. Барлығы жарылып, жаман тарсылдап жатыр. Ал негізінде осы оқиға жасыл фонда жасалған. Екі үлкен вентилятор шанды екі жақтан жасыл фонға айдап, құмды боран туғызады. Дэдпул фильмі қарапайым супер қаһармандар туралы фильмдер сияқты арнайы эффект арқылы жасалған. Осы фильмде компьютерлік графика тек қана қиын трюктар мен қауіпті сәттерде емес, басты кейіпкерлерге де тиген. Олардың келбеті мен ұсқындарын арнайы эффект арқылы айқындап суреттеген. Кейбір сәттерде көрініс бейнесі өте қиын болғандықтан, Дэдпулды жиі толығымен қайтадан суреттеген. Мысалы, Колос деген кейіпкерді сәтті бейнелеу үшін, оны ойнаған актерға 20 сантиметрлік аяқ киімді киюге тура келді. Және басынан антенна шошайып тұратын бас киім киіп жүрді. Әзірге осы достар, сізге осы видео ұнаған болса, не істерін білесіздер. Және тағы да осындай қызықты видеоларды көргіңіз келсеңдер, сіз әрине не істерін білесіздер. Болды, қош болыңыздар.